Biz javobgarchilik tanытайық. Biz hurmatdan qarayық ол кісілерге. Сондықтан аламанға ат жинап жіберейік жылдамырақ. Ардақтың ағайын, қадірлі көпшілік, құрметті меймандар, дүбірлі тойдың куәгері болып жатсыздар. Жаңадан қосылған жақсылар болса, тағы да айта кеткіміз келеді. Қасиетті Хантаудың бауырын дүбірге бөліп жатқан, Албан атадан тараған, Қоңыр бөрік атанан ұрпағы, алдарыңызда Қарақұл Татанұлы бабамыздың рухына арнайы ас беріліп, балалар ат жаптырып, дүбірлі той қылып жатыр. Ұрпағына батырлығын нәсіп етсін, ел қорған азаматтығын нәсіп етсін деп, азаматтарын атқа қондырып жатыр. Жақсылықты үлгі етіп жатыр, жақсы жолды үйретіп жатыр ардақты ағайын. Алла разы болсын дейміз. Той қылған, ас берген ағайынға ниет оң болсын дейміз ардақты ағайындар. Құдай қабыл етсін ниеттеріңізді, қуаныштарыңыз ұзағынан сүйіндірсін. Атқа қонған балаларыңыз болса, азаматтықпен абыройлы сәтте, жақсылық тойда, аламан тойда атқа мінетін болса, тек бәйгеге мінсін. Құдай атқа міндірмесін енді. Ондай күнді біздерге тудырмасын дейміз. Белгілі Қоңыр бөрік Қарақұл Татанұлы деген ардақты атамыз дүниеден өткен, 30 ұлды болған ардақты бабамыз, елге есімі белгілі, күллі өтейлі батқағы, өтей ұранында Қарақұл бабамыздың асына келіп отырсыздар ардақты ағайындар. Райымбек Батырмен үзеңгілес болған, тең жүріп ел қорған, елдің ынтымағын ойлаған, берекесін ойлаған, ұланбайдағы жерді қылыштың жүзімен, найзаның ұшымен, білектің күшімен қорған, кең қазақтың ұлы сахарасын ат үстінде армансыз шолып өткен, ат үстіне өлгенше қонып өткен Қарақұл атамыздың рухы шат-шадыман болсын, балаларының асы қабыл болсын, ниетін оң болсын Құдайым. Бапкерлер, ат иелері, сіздерге айтылып жатыр бұл дүние. 10 айналым елдің алдынан 11 мәрте өтеді. Түсінікті болды ғой? Ол сол жаңағы дүние Көктудан жіберіледі. Жартылай группен алдыларыңыздан есептегенде 11 мәрте өтеді. 100 метрмен есептегенде 100 метр жерден жібереді ғой қазір бар. 56 ат алдарыңызда тіркелген. Шығайық шағайындар. Бірінші номерде Айғайтас, Төлеужан, Ақбақай, Белучи, Желдіғара, Боран, Керка дейді. Керка деп қояды. Кәдімгі әдемілеп, өдәйелер келеткенде еркелетіп кәдімгі. Керка деп қояды. Бұл аттың түсі ұжы белгілі. Значит, кер ат бұл, Құдай қаласа. Керка деп қояды. Жаныма шейін, әйелінен де артып көретін аттар бар бұның ішінде ағайындар. Үйіне қонбай қораға қонып жүрген жігіттер бар. Оның барлығын біліп тұрсыздар. Енді 30 күн қораға қонбаса да, осы бәйгеге қалған 3 күнді сол қорада өткізді ғой. Таңды қорада атырды, көзінде ілмеген болу керек. Ештеңкеге дүниеде не болып жатқанын тіпті білмеген болу керек. Осы тойға келді, Құдай қаласа, сондай еңбекпен ақталса екен дейміз. 8-ші номерде Тентек Торы дейді. Уже аттың мінезі белгілі бұның есімінен. Кішкене жындылығы болып тұр ғой енді. Жіберіңіздер, боқпаға сияқты. Болған болса, жаяу адамдар шықпай бастамаңдар. Аттар айнала берсін осы жерде. Сендер көріңдер. Осылардың көз тойсыншы айналайын. Көңілдер тоз, осылардың айыз қазыншы сөңгер, бірақ бастайық. Көріп аңдар, жақындырақ. Ұстап көріңдер барып мүмкіндік болса. Жым-жылы, жым-жымсақ шығар, ұстап көрсеңдер. Шығайық, төрешілер. Мұзған баш? Алла нәсіп етсін. Айда, төмен айда, болды аттарды айдайық. Жалпы ұзын саны 56 ат аламанның жолына шыққалы тұрады ағайындар. 56 ат, 56 елдің намысы, 56 аттың шабысы, 56 әулеттің ата-бабасының рухы көтеріліп тұр ағайындар, Құдай қаласа. 19 номерде Гүлчатай дейді. Мынау мысалы біреудің досының әйелінің аты болуы мүмкін, Гүлчатай. Соны оқпай оған болуы мүмкін. Сандуғаш деген аттарды да көргенбіз, ничего страшного. 20-ші номерде Үміт Торы дейді, үмітіңіз ақталсын. 23-ші номерде Шыңғысхан, 22-ші номерде Айназ, 21-ші номерде Ақжелкен, 24-ші номерде Нұр, 25 Талисман, Береке, Сүмбеғасқа, 28-де Байрақ, 29-да Әл-Насыр, 30-ші номерде Бақторы, 31-ші номерде Айжұлдыз, 32-де Найза, 33-де Балагер,
34-ші Бесқасқа, 35-те Қырғыз торы, 36-та Дерский деген аты екен, Дерский. Дерскийдің Дерскилығын қазір көресіздер. 37-ші номерде Кейкі деген ұлы бабамыздың есімі қойылған тұлпар бар екен. 38-ші номерде Қаракемер, 39-ші номерде Бәйтерек, 40-ші номерде Ақиек. Егінде ағы бар бұл аттың, құдай қаласа. Бәрінің жөні бар ағайындар. Ешкім ештеңкені жетіскеннен қоймайды. Bir нәрсесіне қарайды. Ат қоятын кезде ойланады. О, ат қой, балаға ат қойған сияқты атқа ат қою деген оңай емес ағайындар. Жет атаңнан сұрайсың оны. Әркімдікін бір қарайсың. Өзің жатып алып неше түрлі ат ойлайсың. Атты айланып толғанасың. Қай жерінде меңі бар, қай жерінде дағы бар, қай жерінде ағы бар. Соның бәріне қарап, бір есімді еленет жаны бар. 42-ші номерде Найзағай дейді. 43-ші номерде Аңырақай торы дейді. Аңырақай торы деп ат қойғаны қандай жақсы. Бұл Қарақұл Татанұл деген ұлы бабамыз сол Аңырақай шайқасында аталарымызбен, бабаларымызбен тең атқа қонған рухты батыр екен. Сол атамыздың ел қорыған атпен жүрген жігіттерді бері қарай кіргізсін деп жатыр. Атпен жүрген жігіттер. Төрешілер ма, Айбека? Қырғызсай, Сүмбенің жігіттері атқа мінген, төрешілер ғой. Атқа мінген жігіттер тойға атсасыз деп айтып жатыр сендерге. Кіріңдер бері қарай. Кір, міне, Құдай сақтады. Үлгердің балам, жүре ғой, үлгердің. Ештеңке жоқ. Өтпе, шығарамай жатыр. Атпен жүрген жігіттер, атқа мініп жүрген Қырғызсай, Сүмбенің жігіттері. Болмасын! Асықпаңыздар. 10 шақырым, 11 рет өтет. 11 рет көресіңдер, ойлаш. Қазір бір ат ұстабасаң, алдыңнан 11 рет өтет. Оны жүгіріп не аласың айналайын? Өз келет, Құдай қаласа. Айналған сайын қарап тұрсың, тура сөйірде тұрсаңдар өз келет. Сен бармай қой, жүгірмей қой. Жаның жеме айналайындар. Өтініш сіздерден енді. Түсіздікпен қараңыздар, ол тойдың абыройы, тойдың жақсылығы. Бісміллә! Бірінші айналымға алдарыңыздан ақбата алуға келе жатыр. Қиқуға, қануға келе жатыр. Қолдаңыздар, қиқулаңыздар. Қазақы қанын ойнатып, тұлпарларын жайнатып. Алдарыңызда бірінші өткен 9-шы номер, 2-ші номер. 11-ді көрдік, 14-ді көрдік. 9, 2, 11, 14. 9-шы номердегі Ен, 2-ші номердегі Төлеужан, 14-ші номердегі Алуа, 11-ші номердегі Қарақат қазір топ бастап кетті. Сол төртеуі әлі топтың алдында. Кішкене ұзап алғысы келеді. Ұзап алғанмен 31 шақырым алда бар екенін айтқымыз келеді. Ол осы шыққаннан, осы бетімен мәреге дейін келе қойғаны әркімге бақ болса екен дейміз. Бірақ ондайды сирек көреміз ағайын. 9-шы номер, 9-шы номердегі М, Өмекөй Санжар тізгіндеген Қырғызбай Нұрым, өздеріңіз танисыздар, Алматы облысы бәйге федерациясының төрағасы, алашқа атбек үлгенер дамытып жүрген, қолтумаларының отанына айналған Қордайда жүріп, талай додаларда жүрген Орынтай атамның ұлы Қырғызбай Нұрым 9-шы номердегі Н деген тұлпарды қосқан екен. Нұрым деген сөз екен ғой, Н деген бағанағы бәсе. Ақжол Жұматай баптаған екен. Ақжол Жұматайды білесіздер, күллі қазаққа белгілі, исі елге есімі танымал, Самал есімді тұлпармен әйгіленген, дараланған, топтан озып қара болған, хан болған, осы бәйгенің төресіне айналған, бегіне айналған, бекзадасына айналған әйгілі Ақжол Жұматай баптап 9-шы номердегі тұлпарда. Еңбек жансын. Бәрің өтіңдер Құдай қаласа. Мына аға өтіп өт, бәрің өтіңдер Құдай қаласа. Осы кісі сияқты ұйымдастырушысыңдар ғой бәрің. Не болды енді үлкен кісілер? Өтпекші, айналайын, өтпек. Бер қарай жолды кеспейік. Қазақта жақсы сөз бар ғой. Жолды кеспе дейді. Ат жауып жатыр мына жолда. Мына жолда ат жауып жатыр. Кімнің кімде қандай не тірлік істеп жүрген Құдай біледі. Әркімді көзіне аян. Мына ақ жол мынау тура жол. Кеспеңдер қазірше бәйгі біткенше.
Кімнің дәреті бар, кімнің дәреті жоқ шындығын айтқан кезде. Сондықтан жол кеспеңдер айналайын. Түсіңіздер дейді. Аталар қалсын. Ата келіңіз. Мынау арнайы осы Сүмбе ауылында өтіп жатқан Қоңырбөрік Қарақұл атамыздың аламанына арнайы өңір-өңірден жанкүйерлік танытқан, өздері ат ұстаған, қазығына құптарған қазыналы қарияларда осы қазақ қанын ойнатып, дүбірлі тойларыңызға ортақтасып келіп отырған жағдайы бар. Баталы ел арымас, батасы құл жарымас дейді біздің қазақ. Сондықтан баталы елдің ұрпағы екенімізді, үлкенді құрметтей білетінімізді осы тойда көрсетіп тұрайық. Аталарымызға сөз ұсынайық. Жақсылық берсең көппен бер, асыңды берсең еппен бер, шын сыйласаң шекпен бер, ақшаңды берсең еппен бер. Айналайын ағайын, той қуаныш қылғанда үлкендерді ұмытып кетпеңдер. Батасын алып солардың көгеріңдер көктеңдер дейді. Аталардан бір ауыз. Екінші номер 1 болып келатыр, 9-шы номер 2 болып келатыр деген хабар жетіп жатыр. 9-шы номер жаңа Қырғызбай Нұрымның тұлпары ең есімді. Екінші номер сол екеуі ғой, жаңа алдымыздан екеуі топ бастап өткен, сол екеуі әлі топтың алдында деген жақсы хабар жетіп жатыр. Аяғына дейін солай болсын, ылайым солай болсын дейміз ғой. Ылайым солай болсын Құдай қаласа. Төлеужан Диас Шабандоз тізгіндеген екінші номердегі тұлпар топ бастап алдарыңызға келе жатыр. Бірінші айналымды аяқтайды, екінші рет алдарыңыздан өтеді. 11 рет өтеді, 10 айналым бар деп айтқанбыз жаңа. Екінші айналымға кетеді Құдай қаласа тұлпарлар. Қазір аталар ат өтіп кетсін. Жүгірме, бер тұр. Айбек алдыңа қараш. Айбек алдың емес, артыңа қараш енді, мыналар естиді. Мінеке, стоп. 14-ші номер және 2-ші номер Төлеужан, 2-ші номердегі 14-ші номердегі Алуа жаңа елдің алдынан топ бастап дәл осылай өткен, әлі күнге сол өзінің фавориттік күшін сақтап бірінші айналымды аяқтады, екінші айналымға кетті. Алуа Диас Шабандоздың тақымында Иманжан Мадияр иелік етеді. Заңғыр баптаған отардан келген 14-ші номердегі тұлпар ел алдынан өтті. Және 2-ші номерде топ бастап өткен Төлеужан бекен. Төлеужан шығар, Төлеужан. Тимурсен. Зулияр бапкері, Жаркенттен келген екен. Тимучин. Жандарым, аяма әлі 31 шақырым бар. Екінші айналымға кеттіңдер. Өстіп отырып, соңында отырып бұл аламанның жүлдегерлерінің біріне айналып кеткен дертте көргенбіз ағайын. Әзірге өте қатты қалып қалдыңдар деуге қақымыз жоқ. Енді арты қуып жететінде жағдайға айналып бара жатса шығарамыз қазір Құдай қаласа. Мысалы мына Қаратта сабақ болды бүгін Құдай қаласа. Бірінші групптың соңында Қарат болды, Қаратқа сабақ болды. 7-ші номердегі бала құйрығын сүзбаңдатып байқұсты сабақ болды. Не болса да сауап болды. Аларда тұрған жаңа қазыналы қарияларымыз туралы әдемі әңгімемізді айттық. Аяқсыз қалмасын. Осы аталарымыздан бір ауыз елге тілек сұрағымыз келеді. Астың кезінде бұл кісілер болмай қалды. Жаңа осы жерге арнайы жетіп жатқанын көрдік. Көрші Кеген ауданынан келген аталарымыз бар. Ар жағынан көрші ауылдардан келіп жатқан ақсақалдар бар. Бір ауыз баталы тілектерін елге арнап тұрсын. Үлкен тұрып күш сөйлегеннен без дейді. Аталарым желкемде тұрғанда жаным шығып бара жатыр осы кісілерден бұрын сөз алып қойдым деп. Сондықтан міндет. Құрметті ағайын, қадірлі қауым, той құтты болсын. Жаңа берген батада басында айттым, енді айтатын сөз, абыройға ие бол, ағатпаспа бір қадам. Атақ берген атаңа ел қадірін біл балам деп, мынау Татарұлы атамыздың бала шағасы ел жұрты ағайын туыс жиналып беріп жатқан ас қабыл болсын. Елдің амандығы, жұрттың тырысшылығы болсын. Ат сүрінбесін, бала жығылмасын. Ел аман, жұрт тырыш болсын. Рахмет. Әмин ақсақал айтқандарыңыз келсін. Алла разы болсын, ақбаталарыңыз қабыл болсын. Алла абырой берсін. Сіздердің ақбаталарыңызбен осы азаматтарымыздың аттары сүрінбей, балалары жығылмай, жақсылыққа жаршы болуына себепкер болайық. Бірге көрейік, бірге қуанайық Құдай қаласа. Жігіттер, күнде озып келердей күнде қосса, қайтпайтындай бәйгеден мүлде қасқа. Сүмбөліктердің намысы көтерілсе екен, бәйгеден бірінші кеп Сүмбө қасқа. Сүмбө қасқа келатыр ішінде Құдай қаласа.
ауысқан екен. Екінші номер ғана сол өзінің чемпиондық дәрежесін ұстап келе жатыр. 22 номер алдыға шыққан, 41 номер алдыға шыққанын көрдік. 22 номер мен 41 номердің атын атап түстеп қояйын. 22 номерде Айназ Дияр Шабандоз тізгіндеген Нүсіпжан Қожаұлы Ералыны ел кететін Дарханның баптауындағы сүмбеден келген 22 номер. Және 41 номердегі тұлпарымызды таныстырып өтейін. Спартак есімді тұлпар Нұрали Шабандоздың тақымында. Әбдірахман ел кетеді. Әбдірахман өзі баптаған Жетісу облысынан келген тұлпар екен. Топ бастап осындай үш тұлпар алдарыңыздан өтті. Артында талай ниеттілер, талай үміттілер кетті. Міне жаңағы ой, Құдай тілеуіңді бергін. 33 деген номерге қараңыздар. Ермен шауып бара жатыр. Ермен шауып бара жатыр. Асықпай, теңімен шауып бара жатыр, Құдай қаласа. Өзінің ешкімге соқтықпай, ешкімге кедергі жасамай, өзінің жөнімен шауып бара жатыр ол. Тиіспеңдер. Бүгін сыңайлы, барлығы бізге ұнайды. Бірақ аяғына деген қайсы шыдайды. Соны көреміз қазір, Құдай қаласа. Үндемей шығарып салған қандай ыңғайсыз. Стоп, басташ музыкан. Халықтың естіңдерші, халықтың қолдауын көріңдерші. Мұның барлығы сендер үшін. Осы қиқу сендер үшін. Сендер ел қорғайтын батырсыңдар. Сендер нағыз Қарақұлдың ұрпағысыңдар. Аямай шап. Жер аударып жатқандай, балаңның рухын тапқандай, ағайының қолдап тұрғанда қалмайсыз, қалай қаласың мақтанбай, мақтанып шабыңдар, шаттанып шабыңдар. Құдай қаласа жарыстың жолынан бақ тауып шабыңдар, Құдай қаласа. Туған 30 боптар ақтағайындар. Сол 30-ы ұрпағы тарап, өсіп өніп, 10 баласы бар адам қол бастаса жөн болар дейді біздің қазақ. Қол бастап Қарақұл атамыз 1000 басы деген би болған екен. 1000 басы болған екен Қарақұл атамыз. Біле тұрыңыздар. Аңырақай шайқасында Райымбекпен қатар Райымбектің туын ұстаған, елдің рухын көтерген батыр екен атамыз. Райымбек атамның бәйге шауып, ең алғаш осы бәйгіде өз атын өзі ұрандаған сәтін білесіздер ғой. Сол батырлар бірінші бәйге шапқан, атқа мінген, тізгін ұстаған, содан кейін барып, елге ел қорған, жер қорған, рухы оянған, намысын көтерген елдің. Міне, сол батырлар, сол Райымбектердің ұрпағы, сол Қарақұлдардың, сол Қабанбайлардың, сол Бөгенбайлардың ұрпағы келді алдарыңызға. 6 номер топ бастап барады. Беске кеттіңдер. 6 номерде борандатып бара жатыр алдарыңызда. Боран Ернардың тақымында Нұралиев Айдын баптаған, Айдын өз ел кететін, еңбекші қазақ Талдыбұлақтан келген Боранның бет алысын көрдіңіздер, аяқ алысын көрдіңіздер, шабысын көрдіңіздер, үстіндегі баланың намысын көрдіңіздер. Міне артындағы сол әлі бар, асықпа балам, асықпа деген құлаққа келіп жатқан хабарлардан айтылып жатқан ақылдарды оңымен пайдаланып бара жатқан балалар болуы да мүмкін бұлар. Асықпа балам, 31 шақырым ғой, ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға деп Абай атасының сөзін ту еткен. Іштенге қылмайды. 32 номердегі тұлпар жарыс жолын аяқтаған екен. Енді әртүрлі жағдай болады ардақты ағайын. 56 ат шауып жатыр. 2-3 атқа сондай дүниелер болуы мүмкін. Өтпеңіздер, жолды кеспеңіздер. Әсіресе әйел жолдастар, қыз балалар. Жол дейді ғой біздің қазақ, е? Міне қасқат келе жатыр алдарыңызға, Құдай қаласа. Қасқат келеді. Бұл өз ойында алдында ешқандай ат болмағанына қарағанда, мүмкін өзінің ойында ол бастақ біледі. 40 номердегі тұлпар. Жаным, әншейін. Қой кетіп қалды, қайырып кел деген сияқты кетіп барған. Анау, кіретін болды поляға деген сияқты. Болды енді онсыздай аттарды ақырын шығара беру керек, төрешілер. Енді келесі жолда бәйгі бар. Күшін сарқып бара жатқан егер анық болатын болса, ақырын тоқтата. Ай, сен аяқтайын дедің ғой деймін. Саған 11 шақырым. Ай, қиқулаш. Мынау бірінші келді. Сен бірінші келдің. Деген сөзді естті, Құдай қаласа. Мынау 6 номер. Жаңа бір 6 өтіп кетіп еді. Ол көкте еді, бірақ. Футболкалардан шатасып жатып, бұлда да 6 бар екен.
рас болса, сен өзгеден артықсың анаң егер, қуанғаны қалжа жеп рас болса. Жігітте болу керек айла күшті, парасатпен пайымда пайдалы істі, ағайынды жарқылдатып бәйген алу, ақылыңа бір сенің байланысты. Сен оңбасаң қалады, қайдан қалық, тойдан қалсаң қамықпа, ойдан қамық, аламанға түскенде бәйгеңді алып, сен жүруге тиіссің жайран қағып. Тауқыметін тартсаң да азаптың деп, қуана бер бауырым, қазақпын деп, атыңды сәл оздырсаң, сол қазағың жібереді мықтығып, өзақ күн деп дейді. Ана Көкатта әлі бір grup бар. Әлі бір grup бар. Мына 6 топ бастап баратыр. 49 артында бара жатыр. Сендердікі дұрыс айналайын. Көкатқа еріп кетпеңдер. Көкатты шығарайық. Уже алды қуып жетіп алды. Айбек, арты қуып жетіп алды. Көкат шығасын. Бағана құнан ба? Жүре берсін. Балаға тиіспеңдер. Бала қой ол. Құнан екен ол. Так, бізде 6 номер топ бастады. Боран сол жаңаға. 49 номер. Саяхат. Екінші орында Саяхат өзінің саяхатын жалғастыруда. Таңаттың тақымында Ермаков Қазбек елгетеді. Аседілев Сатчам баптаған. Жамбыл облысы Луговойдан келген Саяхат 49 номерде өзінің саяхатын жалғастырып бара жатыр. Екінші орын. Тимучин Жаркеттен келген. 36 ол Дерский. 36 номерде Дерский екен. Врач жіберейік, төрешілер, Айбек, скорый анеқа. Скорая! Бет врач екен ғой, адам ба екеміз? Адамдық емес, бет врач. Анау енді мидроу сапқыстан басын ана кісілер бар. Атау. 36 номердегі баланың аяғы қанап бара жатыр екен. Сонда да чауып бара жатыр дейді. Аттың бауырына дейін yapқан. Не болған екен? Ат теуіп қойды ма екен? Сонда да жүрегімен кетіп бара жатыр. Міне батырлар ағайлар, олар батырлар. Олар үлкен намыс арқалап баратқан сезініп тұр. Үлкен жүк, сонша еңбек, табанақ маңдай тер арқалап баратқан біліп тұр. Жандар ауырса да жүректер соғып тұрғасын. Тізгінге жармасып, жанындағылармен қармасып бара жатыр. Аяғы кішкене қанап бара жатыр дейді 36 номерден. 19 номерде ат жаптырып тұрған азамат болса, балаңызға барыңыз. Сізді күтіп тұр. Енді мынау жарыс жолында, енді қазір бұл жерде шетке шығару керек, атты да шығару керек, өздері де мынерде үймелеген адам шығу керек. Ат келатыр, ат келатыр. Төреші, Айбек, айтшы айналып кетейін, ат жетіп қалдар жағынан. Жолға шығып кетсін, жолға шығып. Или бізге солай көріп тұрған шығар. Балалардың не қылмаңыздар, алаңдап қылыңыздар. Ат өтіп кетсін, жолдарың болсын. 8-ге кеттіңдер, 8-ге. 9, 12, 9 номердегі жаңағы Нұрым бауырымыздың Алматы облысы бәйге федерациясының төрағасы Нұрым ағамыздың ең есімді тұлпары 9 номерде. Және 17 ой дейме? 17 Шабдарат Марғұланның тақымында бақытты ел кететін Сүмбенің аты кетіп бар жатыр екен. 42 номер, 31 номер, 50 номерлерді айтып қойайын ба кім екен? Бұлар бағанан бері айтып отыр. Сен келіп болғанша айтып болдың ба? 8-ді аяқтайды, 9-ға кетеді Құдай қаласа. Төртінші номердегі аттың баласы құлақ қапты. Барыңыз, төменде құлақ қапты. Соңғы, еңісте. 9, 10, 12. Сәттілік 9 жүгіртқа кеттіңдер. 9, 10, 12. Жаңағы екінші номердегі тұлпарымыз көрінбей қалған екен. Бірнеше күрік бойы топ бастап еді. Бұл енді осындай нәрсесімен бәйге қой ардақтағайын. Бағанадан бері топ бастап отырды. Бәріңіздің көз айымдарыңызға айналды, көз қуаныштарыңызға айналды, айыздарыңызды қандырды, жүректі үмітті алаулатып жандырды. Сол екінші номердегі тұлпар қазір жарыс жолын аяқтаған секілді.
келесі жолы сәттілік Құдай қаласа. Қазір алдарыңызда міне басқа 19-шы номерде, 10-шы номерде, 12-шы номердегі тұлпарлар өтті. 12-шы номерде Ақбақай, Аңсар шабандоз тізгіндеген Бұлғынып Мерхат атамыздың тұлпары Бөбекбай Болат ағамыз баптаған Талғардан келген Ақбақай топ бастап кетті. 19-ды көрдік қой деймін содан кейін. Күлчатай жаңағы Алихан шабандоздың тізгіндегі, Ғанидың иелігіндегі Бағашар баптаған Талғардан келген Күлчатай айналайын. Топ бастап кетті. Бер қарай тұрыңыздар. Жаңа халық екіге жарылып алды. Жаңа ғана айтып жатырмыз. Оқпас дүниеде не жетім, оқпасқа айтқан сөз жетім дейді біздің бабаларымыз. Білгендер айтады. Не жағдай болып жатыр? Оқпастың қылығын істеп. Бер өте бермеңіздер, бір талдан бітейіндік қалдыңыздар ғой, өзі өтіп Құдай қаласа. Енді бір аз адам қалса, бер өтсіз, бәріміз бер жақтан тұрып көрсек. Құрметті бауырлар, мына Байкал аңынан ары қарай көрермендер жаққа бәріңіз толық өтіңіздер. Қазір ана полицияны шақырам, бәріңіз қуып шығады берден. Одан да аман есен тұрғандарыңызды ары қарай өтіңіздерші қазір. Бәйгіде шауып келет қанаттар анам шығып кетсе басады. 10 шақырымға кетіп барадым. 10 айналымға кетіп барадым. Соңғы айналым. Екінші номер қайта қосылған екен. Жаным әшейін, бар екенсің ғой. 9, 2, 12, 41, 9, 2, 9 жаңағы Нұрымдікі, 2 Жаркенттікі Темушин, 14, 12, 14, Алуа. Бағана топ бастап, артына кішкене демалтып алды, оны білдіңіздер ғой, айтып едік қой жаңа. Сол Алуа сол тактиканы қолданған екен, басында топ бастап 2-3 күрік терлетіп алды, өкпесін тесіп алды, соны ені асықпай демалып, қазір міне соңғы күрікқа топ бастаған мықтылардың ішінде кетті. Алуа 14-ші номердегі. 12-ші номер өтті алдымыздан. 12-ді айтып қояйын қазір. Ақбақай, Бұлғынып Мерхаттың тұлпары, Болат Бөбекбай баптаған Талғардан келген Ақбақай. Соңғыға кеттіңдер, соңғыға 25, 8, 22 тәлейлерің алда, бақтарың алда, аяғына дейін сынап көр барда. Жарыс жолына бір күрік тоқтатып барып қайтадан қосылып кетті деген ақпар беріліп жатыр. Демек жолдан қосылып кеткен болса, 10 тұлпардың алдында әлі бір күрік бар. 2-ші номердегі тұлпар. Енді оның әділдігін, азаматтығы болса, жігіттігі болса, аттың иесі өзі де мойындайды. Көреміз қазір. Сол кісілердің айтқанын ақиқат деп хабар береміз. Міне, жарыс жолына кеткен тұлпарлардың алдыға екеуі шыққан, үшінші ат міне қазір бір 300 метрдей артта қалып қалған. Бірінші келе жатқан ат пен екінші келе жатқан аттың арасында 4-5 метр ғана ұзақтық бар. Бірінші келе жатқан ат әлден галсопка беріп жатыр. Қараңыздаршы, береген күш, екінің бәйгісі есептелмейді, төрешілер айтты, болды, кестік. Екінің бәйгісі есептелмейді, ол жарыстан демалтып бір күріктен кейін қосып жүрген. Бәсе жаңа бір өтпей қалды алдыларыңыздан, көрдіңіздер ғой, бір өтпей қалды алдыларыңыздан. Бір рет өтпей қалды, одан кейін топқа қосылып кетті. Міне екінші келі, бұның бәйгісі берілмейді деген есеп берілді. Алдыда келе жатқан ат бұл қазір. Ешкімнің еңбегін ешкім жеп тұрған жоқ. Мен білмеймін, Айбекпен сөйлестер, солай деген ақпар берілді. Қазір 9 топ бастады ардақтағы ағайындар. Демек 2 есептелмей ме? Айбек анығын айт. Хабарлайым. 2-ші номердегі тұлпар қазір алдарыңызға келе жатыр. Егер алдында бір күркі жоқ, өзінің ақиқаты әділ болса, ол бірінші келе жатқан тұлпар ардақтағы ағайын. Айда балам! Бұған соңғы күрік. Бұда әлі бір күрік бар. Солай ма? Бір күрік бар. Бала біліп отыр, өзі айдап отыр жаныма. Сен бір күрік айланып көсең жүлде береміз. Артында ешкім жоқ бәрібір. Дұрыс қой, ат жоқ қой ол. Желім айланып көсе де ода жүлде бар. Егер еңбегін адал алғысы келсе солай алсын. Бірінші келе жатқан, қол соғыңыздар, қарсы алыңыздар, тамсаныңыздар. Сен бірінші келдің. Саған Құдай қарасып, айналайын. Жақсылыққа тұлпарымен баласы бірге жарасып, бағасып бүгінгі тойда алғашқы келген 9-ші номер Талғар қаласы қазаққа белгілі Бұлғынып Мерхат ағамыздың Болат Бөбекбай баптаған Аңсар шабандоз тізгіндеген ең әсімді тұлпар Қарақұл атаның тойының
bas bәйгесін aldı. 12. номер sen ikinci geldi. 12 деген бұл бізде Ақбақай, Аңсар Шабандоз. 9 Қырғызбай Нұрым қатайтып қоймайып қал. Қабат деген ай. 3-4 25 22 мен 25 3 пен 4 болды. Жас 3 пен 4 22 5. номер 5. болып өтетін бізде алдымызда айттым ғой бұлар сақтап отыр деп 8. номер 5 болдың. 8. номер 5 болды. Қазір айтамыз көріп алайық бірінші. 8 5 41 Айтор келіп өтті. Желіп өтті. 10. номерде сен 6. болдың. Орын бар. 7-ге орын бар міне. 442 номерде 7-ге орын бар. 31 өкінішке орай. Келесі жолы 42 7-ші орын болды. Қоңырбөрік руынан үлгі алған алдарыңызда Қарақұл Татанұлы бабамыздың рухына арнайы бағышталып Құран оқылып ас беріліп ат шаптырылған аламан тойдың бас бәйгесі Өмекей Санжар тізгіндеген Қырғызбай Нұрымна ел кететін Ақжол Жұматай баптаған ең есімді тұлпар Албанның баласы болды. Өзіміздің бауырымыз Қырғызбай Нұрым әйгілі Орынтай адамның баласы Алматы облысы бәйге федерациясының төрағасы Нұрым Қырғызбай бәйге құтты болсын. 6-шы 41 болып. Жан айттық қой, жазып қой. Қазір 6-ға жетіп алайын, бірді айтып алайын жан, бірді айтып. 7-43 болды, жазып қой де. 2-ші болып келген алдарыңызда жаңа ғана Ұлы дала ойындары көшпенділерде Ақбақай есімді тұлпармен топ жарып, күллі Алаштың намысын көтерген, абырайын асқақтатып мерейін тасқан Аңсар Шабандоз тізгіндеген қазаққа белгілі атбегі бұлғынып Мерхат ағамыздың қазығына біткен Ақбақай есімді тұлпармен Болат Бөбекбай баптаған Ақбақай есімді тұлпар 2-ші болып алдарыңыздан өтті. Құттықтап қойыңыздар. Талғар қаласына кетті. Бұлғынып Мерхат деген Мерхат ағамды танымайтын қазақ жоқ шығар. Орынтай ағамды танымайтын қазақ жоқ шығар. Күллі қазаққа атбегіл өнер дәріптеп есімі елге әйгілі болып жүрген, белгілі болып жүрген ұлттық спортымызға ұлттық намысымен жалын жігерімен қызмет қылып жүрген ардақты аталарымыз. Бері ғой, қалғанын айтайын. 3-ші орын 25 номер 3-ші келген тұлпар Талисман Ералы Шабандоз тізгіндеген Шуха ат иесі Нариман баптаған Жетісу облысы Қарғостан келген Шуханың Талисманы 3-ші болды. Қолсақ қойыңыздар. 4-ші болып келген 22-ші номердегі тұлпар Айназ Дияр Шабандоз тізгіндеген Нүсіп Қожаулы Ералының елгіндегі Шақабай Дархан баптаған Сүмбенің Айназы төрт болыпты. Сүмбөліктер бәйгі құтты болсын. Бүгін 4 деген сан сіздерге жаққан сияқты ағайын. Жаңа Құнанда да өздеріңіздің осы айбектеріңіздің тұлпары абыройларыңызды көтеріп Қырғызстайдың атынан шауып 4-ші болған Құнаннан. Аламанда да 4-ші оны сіздерге бұйырып құтты болсын. Bir gelgen atlar ortağa marafut. Аламан мен Құнаннан бір келген атты алып беріңіздер. Аламан мен Құнаннан бір болған атты алып беріңіздер, жабуы бар. 5-ші номерде, 5-ші орын ба? 5-ші орын 8-ші номердегі тұлпар болған екен. 5-ші орын бұйырған Тентек Торы, жаңа ғана айтқан Тентек Торы, Нұрали Шабандоз тізгіндеген Қасымханов Асқаттың елгіндегі Секенай, әйгілі Секенай, белгілі Секенай, қазақ ат бапта өнерінің қазіргі таңдағы короліне айналып жүрген аяулы ағамыз Мамай Қараның иесі, Абай облысы Аягөз ауданының Тентек Торысын баптап келген екен, ол кісіге бұйырған 5-ші орын. 6-ші болып келген 41-ші номердегі тұлпарымыз екен. 41 бұл қазір алдарыңызда мақтандырып, шаттандырып айтамыз. Спартак той басталғаннан Аламан 31 шақырымдық Аламан бәйге басталғаннан топтың алдын бермеген Спартак алғашқылардың бірі болып алдарыңыздан өтті. Нұрали Шабандоз тізгіндеген Әбдірахман ат иесі өзі ел кетеді, өзі баптайды. Жетісу облысынан келген Спартак 6-ші орынның иегері болды. 43-ші номерде
7-ші болған 43 Аңырақай торы. Жаңа ғана елдің алдында аттарын айбаттап айтқан аттар аузымызға алла салғандай жарқылдап мәре сызығын кескен екен. Аңырақай торы. Нұрасыл тақымдаған Ержан баптап, Ержан иелік ететін Сұраншы ауылынан, Жамбыл ауданынан келген Аңырақай торыға 7-ші орын бұйырылды. Ал енді аттықтарыңызды басып, желпіне барып, желігін жұртта басқанда, оқыс бір ғажап оқиға сонда басталды. Жалғыз бір қара жұлдыздай ақ білер, қараңғы түнде қақ жаратылған аспанды деп Мұқағали ақын жерге қосқан Райымбек батыр түкенің күреңімен бәйгеге түскен баршаңыз білесіздер. Сол күреңді мінген бәйгені Райымбек бабалардың жолымен жүрген ұландарымыз алдарыңыздан батырға лайық келбет танытып, кереметтей бәйге көрсетті деген ойдамыз. Сол мықтыларды аттан түсіріп алып, мақтандырып, шаттандырып болсақ, енді марапаттау рәсіміне көшпекпіз. Бәйге алған азаматтар жақынырақ келсеңіздер, жүздеріңізді көпшілік көрсін, көзайым болсын. Жолдарыңызда бүгін үмітті болған тұлпарларға берсін, Құдай қаласа. Ассалаумағалейкум, арма қазақ. Мына бүгінгі Қарақұл бабамыздың ұлы мерекесі құтты болсын. Мынау осы тойдың, осы қуаныштың өтуіне барлық осы Қарақұл баба ұрпақтарының барлығы да атсалысты. Күншығыстағы еліміз бар, көрші Өзбекстандағы еліміз бар. Барша Қарақұл бабаның ұрпақтары бір кісідей атсалысты деп есептейміз. Соның ішінде осы ат спортына жеке тағы да өзіміздің бауырлар өздері инициатива көтеріп, ананы мынаны мен көтеріп алайын деп, сондай жаңағы қошемет қылды тағы да. Сондықтан сол ағайын бауырларымыздың аты жөнін айтпай кетсек ят болады. Осы автомобильден бастап жаңағы Құнанның 5-ші бәйгісіне шейінге жеке ат салысқан бауырларым әзір мына жерге келіп, өздері жеке мына конвертті өздері жүлдегерлерге табыстасын. Нүктебек Асқарбекұлы ағамыз, Бақытжан Сәрсебаев ағамыз, Манарбек Кеңесұлы, Мәулен Дүйсенов ағамыз, Аслан Батырбай бауырымыз, Үбішхан әкпеміз қыз болса да, Шаттық Мысырұлы, Қазбек Құлжабекұлы, Құрбантай Мергенбайұлы, Жината ұрпағы Дәурен Болатбайұлы, Талғат Мошанов, ауылымыздың мектептің директоры Бибігүл қарындасымыз, Ұлтай Мәсіп Қазықызы, Әбіләкім Әбділдәұлы, Тілебалды Жармұхаметұлы деген бауырларымыз осында өздері шығып, мына бәйгелерді өздері табыстауына сұраймыз. Шаңыздар. Давай. Жоқ, шықсыңдар. Шаңыздар. Руынан тараған Қоңырбөрік атаның ұрпағы Қарақұл Татанұлы атамыздың рухына бағышталып арнайы ас берілді. Осы Қоңырбөрік атаның, оның ішінде Қарақұл атаның ұрпақтары көптеп шоғырланған Шор Ұйғыр ауданы Сүмбе ауылында үлкен саябақ ашылып, атамыздың есімі сол саябаққа беріліп, ағайынның аты olsun, ауылдастың тай olsun деп ағайындар дүбірлі той жасады, ардақты ағайындар. Сол тойдың, сол керемет астың сіздер куәгерлері болдыңыздар. Аяғына дейін сол салтанатын сәнімен қылайық. Рұқсат болса, Құнан бәйгенің 5 орынды тағайындалған. Сол 5 орынды 5-ші орыннан бастап марапаттай бастайық. Құнанның 5-ші орнын кім бастайды? Мен іспай кім бастайды? Жоқ, отқан адамды айтам, табыстайтын адам 5-ші орынды, Құнанның 5-ші орнын кім табыстайды? Тілебалды Жармұхаметұлы аға, келіңіз. Қарсы ба? Рахмет.
Енді сөйлеу бақыты бәр қайсымызға бұйырған бата беретін ауызда дуа болады дейді біздің қазақ. Осы әрбір атадан тараған жаңағы Қарақұл атамыздың 30 ұлы болса, 30 ұлынан 30 рулы ел тарады ардақты ағайын. Сол елдің ішінде сөз ұстаған үлкендері бар, ақсақалымыз деп ағайын үйітіп отырған қазыналы қариялары бар. Сол кісілерді шығарып жатырмыз. Атқа мінген азаматтары бар. Сол әр атадан бір бала шығып, ұрпағы шығып, осы жүлдені тапсырсын деген ниет қой. Атам шықты ма жаңағы кісі? Дәукіш қайдасың? Дәукіш кеш 1 минутқа. Дәукіш деген саған тапсыратын ба? О, серьезный дәукіш қой, дәукіш қой. Кім бар? Болды ма? 5-ші орын табыста берейік. Құнанның 5-ші орын айтып жүрші берген. Кел оған. Бесінші орын 35-ші номердегі тұлпарымызға 5-ші орын Алауға бұйырған екен. Алау қай номерде шауы көзімізден? 21-ші номердегі Алау есімді тұлпар Қарақұл атамыздың, Мелесбаев Еркін ағамыздың қазғына біткен Алау есімді тұлпар Қарақұл Татанұлының асына арнайы ат шаптырылған Құнан бәйгенің 5-ші орын жүлдесі Алау Қырғызсай ауылының атқан шапты Айбек бауырымызға бұйырды. Мыңда бір рахмет, Алла разы болсын. Шатасу болып қалды ма, біз 4 деп хабарлағанбыз. Ел жұрт қайтайық. Бәрі дұрыс қой. Мархабат. 5-ші орын құтты болсын. Айбек бауырымызға бір ерекше құрмет білдіріңіздер. Осы атаның рухы шадыман болсын деп. Өзінің азаматтығын сол рудың атынан атқа мінген бір жігіт атқа мінсе, таққа мінсе 40 кісі атқа мінеді дейді. Атқа мінген азаматтардың бар екенін көрсетіп, жанымен күйіп жарқырап осында келген қонақтың әрқайсының көңілін тауып жүрген азамат. Құдай сонысына берді. Адамның пейіліне береді ағайын. Адам пейіліне бірінші береді. Пейіл кетпесін деген қазақпыз ғой. Сондықтан осы пейіліне қарай бүгін жүлде бұйырып, атасының тойынан мәрелі болып жатыр, мәртебелі болып жатыр. Құттықтап қойыңыздар. 4-ші орын бір тай беретін Әбіләкім Әбділдаулы. Барсыз ба? Әбіләкім кісі. Әбіләкім атам бар ма? Әбіләкім Әбділдаулы. Шошанайдан келген атамыз екен. Барсыз ба ата? Әбіләкім Әбділдаулы. Жүлдесі келе жатыр, ашып жер. Тұра бер, жат, тұра берші бол, тұра бер. 4-ші орын 35-ші номер. 35-ші номер Жамбыл ауданы Дауа Нұрасыл Шабандоз тізгіндеген Ермек әулетінің атынан шапқан Мадияр баптаған Жамбыл ауданы Тарғап ауылынан келген Дауа есімді құнанға бір тай. Бізде 3-ші орынды кім табыстайды, айтып жеріңіздер. Ұлтай Нәсіпқазы қызы анамызды құрметпен ортаға шақырғымыз келеді. 3-ші орын жүлдені табыстап беріңіз. Ұлтай апайымыз бар ма? Жоқ бекен. Ұлдары болса, балалары болса келсін. Жиендер бар ма? Өз алсын, аға мархабат, өзіңіз табыстаңыз. Жүлделі 3-ші орын Аңсар Шабандоз тақымдаған Құралбаев Ерлан ел кететін құрмет баптаған Жамбыл ауданы Қарақыстақ өңірден келген Таңшолпан есімді құнанға бұйырды. 500 мың теңге. Құтты болсын. Бәйгелеріңіз құтты болсын. 500 мың теңге. Қарақұл Татанұлының рухына арнайы бағышталып берілген ас бәйгенің 3-ші орын жүлдесі Жамбыл ауданы Қарақыстақ өңіріне кетті. Таңшолпан есімді құнан. Не деп атсыз ата? Бөлісесің деп атсыз ба? Не істемес? 2-ші орынды кім табыстайды? 2-ші орынды табыстайды. Талғат Машанов, директор школа дейді. Бибігүл апай, келіңіз. Талғат Машанов және Бибігүл ұстаз. Барсыздар ма, Талғат аға? Жоқ ба? Кілең, жоқ адамдарға бергізейін дедіңіздер ме?
Құнан бәйгенің екінші орын жүлдесін арнайы Қазақстанға белгілі атбегі, елге әйгілі жарыс жолына шықса күллі алаш болып тілеуін тілейтін белгілі жұмыртияқтың бапкері Бектеніп Марлан мырза баптаған әйгілі Хамза Амангелді тізгіндеген Жұмағұлов Айдар мырзаның Жетісу облысынан келген Сұңқар есімді тұлпарына бұйырды. 1 миллион Хамза Амангелді бас бәйгенің артынан келдің. Алла қаласа аз қалдың. Белгілі Хамза, әйгілі Хамза ауылдарыңызға келді. Хамзадай ұл берсін әрқайсыңыздың отбасыларыңызға. Осылай атқа мінер Алла тағала әрбір ұлды нәсіп етсін. Марлан ағамыздың әрбір осында тұрған азаматқа жүрегін берсін Құдай қаласа. Өзіңнің ұлыңды атқа мінгізіп жарыс жолына шығарып жіберу, өзің баптау, оған өзіңдің балаңды қоса баптау, ол үлкен ерлік, үлкен азаматтық. Марланның да еңбегін ел алдында бір айтқымыз келеді. Сіздер құрмет білдіріңіздер. Бірінші орын Қарақұл Татанұлы атамыздың елге сауына айтылған ұлы тойының бас бәйгесі Бегірес ауылына кеткен екен. Асылшан Шабандоз тізгіндеген Қошқарбаев Ербол елі кететін Төлеш баптаған Сафия 2 миллион Асылшан. Талғат Мышанов және Ернат мырзалар табыстасын дейді. Мархабат, 2 миллион теңге алдарыңызға келіп тұрған. Бұл да белгілі шабандоз, әйгілі шабандоз Асылжан Төлеген. Қазақстанның күлі түкпір-түкпіріндегі мен деген бәйгі ұтып жүрген бала бұл, Құдай қаласа. Міне, жүрегіңді мақтандыр дейді, шаттандыр дейді. Қалай мақтандыруға да лайықта. Бүгінгі Құнан бәйге 12 шақырым, Құнанның Құнаны, аттың аты шабадағайын. 9 шақырым, 10 шақырымға шапқан Құнанды көрдік. 12 шақырымға көктіңді топ бәйге үлкен ат шабады. Сондай топ бәйгенің жүлдесін Құнан ұтты. Қарақұл батырдың Құнан бәйгесінің бас бәйгесі Сафия есімді сұлуға бұйырды. Сафия десе Сафия кесің жанба жейді. Рахмет. Осында әкеп мен де Құнан қосқам. Қатты айғайлап айтқым келмейді сізге. Аламан табыстайық. Аламанда кішкене, а? Оныншы номер өтті ем. Көгет. На 10 қойма. Бір шабандозымыздың аяғы қанап аттың бауырын қан басып бара жатыр деп. Сол бала мәреге аяғына дейін келіп тағайын. Ат деуіп аяғы сылықпаған ғой балаң. Не деген ерлік, не деген батыр ол. 8-ші болып алдан өткен екен, енді ұйымдастырушылар арнайы жүлде тағайындап жаса айтамыз. 6-10 дұрыс. Жетіні есептемейміз ғой, өйткені сүйреген ит ауға жарымайды дейді, аттен жетектеп өткізген санамаймыз ғой. Все. 7-43 номер марапаттай бастайық. 7-43 номер кім табыстайды? Қарақұл Татанұлы атамыздың рухына арнайы ұрпақтарының ұйымдастырған бәйгесінің Аламан бәйге, 31 шақырымдық Аламан бәйгенің 7-ші орын иегері 43-ші номердегі тұлпарымыз екен. Құрметтеп тұрыңыздар. 43-ші номердегі бұл Сабила Ислам Нұр Ертөс бапта тізгіндеген Медет Әзімбай өзі баптап, өзі ел кететін Жамбыл облысы Қордай өңірінен келген Сабилаға құрмет білдіріңіздер. 43-ші номер.
Жамбыл ауданы Сұраншы Батыр ауылынан келген екен ағамыз міне 7-ші орын құтты болсын, жүлдесін айтыңыз. 50 мың теңгелік жүлдені Құрбантай Мергенбайұлы табыстайды, мархабат. 7-ші орын, ал 31 шақырым болды ағайын. 56 ат қатысты, 6 жетақ ат өтті. Құрметке лайық, бұл кісінікі де үлкен бәйгі қуып берген кезде. 56 аттың ішінде 7-ші орын алып кетсе, мен мысал бар ғой. Рас қолдың шығыр деймін болмас. Ау. 8-ші номер. 36-ші номер екен, аяғы сынған бала ма? Азамат, міне. Азаматына қарап, ауылын таны деген қазақтың ұлы сөз осыдан қалған ғой. Айбектің азаматтығы. Жаңағы аяғы сынып кетсе де 8-ші болып келген 36-ші номердегі балаға Айбек өз атынан 100 мың теңге. Рахмет. Ол жігіттік ағайын. Бәйгі ұтсам мен де берерім деп айтып тұрған шығар біреулер. Бұл бірақ қойытты, ол 50 мың теңге тұрады. 100 мың теңге жүлде айтып. Азаматтық қой. Барма келсін, иесі барма, 36-ші номердегі тұлпардың иесі болса, көрейік, жүлдесін тағайындаған арнайы азаматтардың атынан Дерске деген тұлпар екен, Нұртас деген батыр екен, айта жүріңіздер. Нұртас деген батыр, аяғы сынса да, аяғына дейін шыдап, аттың бауырын қан жапса да, балаң өз жүксін деген қате болады. Ол енді байқұс, өшіге дейін жеткенде рахмет оңын. Нұртас деген шабандоз екен, 100 мың теңге жүлдесі бар, есілшті келсін, табыстаймыз осы жерде. Әзірге ары қарай жүре берейін. 6-ші орынды кім табыстайды не дағы? Жоқ, 7-ні беріп қойды. 6-ші орынды кім табыстайды? Құрбантай Мергенбайұлы табыстайды, 100 мың теңгелік жүлде. 6-ші болып алдарыңызға келген ардақтағы ағайын 10-ші номердегі көк атты көрдіңіздер. Оны баршамыз құрметтегенбіз. Көк дауыл Рашид Рысбек, Байғазиев Әлібек, Құрманғалиев Төребек мырзаның баптаған, Меркеден келген көк дауыл, әйгілі Желғараны баптаған Төребек мырза баптаған көк дауыл 6-ші болып мәре сызған қида 100 мың теңгелік жүлдесі бар. Құрметтеп қойыңыздар. Жүлделі 5-ші орынды табыстайық, кім табыстайды ағам? Қазбек Құлжабекұлы табыстайды. Қазбек Құлжабекұлы барсыз ба? 5-ші орын 250 мың теңге жүлдеңіз бар. Нұрали Шабандоз тізгіндеген Қасымжанов Асхат мырзаның иелігіндегі әйгілі Секенай баптаған Абай облысы Аягөзден келген Тентек Торға 250 мың теңгелік 5-ші орын табыстаңыз, мархабат. Жаңағы 8-ші келген балаға тағы 30 мың теңге құрмет бауырымыздан атады. 130 мың болды. Тұра тұршы сен өз жерден. Кет қамашы жем үшін. Каспиңді өтіп кет жайны. 130 мың. Міне осы баланың тұлпар екен, құрметтеңіздер. 8-ші орын келген тұлпар Нұртас деген батырға сәлем айт. Оның батырлығын ел құрметтеп жатқанын айт. Видеоға түсіріп ал, көрсет. Нұртасты құрметтейік. Батыр болсын, аяғын басып кетсін, Алла жеңілінен берсін. Келесі бәйгіде Нұртасты көретін болайық. Өлінейін дебедім, ат тебінейін десем, аяғым бітті. Дұрыс қой енді айналайын, ол ат тебіне ме өз жанын ойбайын болып біледі. Тебамай қалым, бір тепкенде келер едім дейді. 5-ші орын табыстадық, 4-ші орынды кім береді ағам? 4-ші орын табыстайтын Шаттық Мысырұлы 500 мың теңгелік жүлде. 500 мың теңгелік 4-ші орын 22-ші номердегі тұлпарға бұйырған екен. Табыстауға рұқсат етіңіздер. 22-ші номерде Айназ Дияр Шабандоз тізгіндеген Нүсіпқожа Ералы иелік ететін Шахабай Дархан баптаған Сүмбі Айназ 500 мың теңге жүлде. 500 мың теңге жүлде. Құтты болсын Сүмбі. Мархабат. Ал енді 31 шақырымдық
Қарақұлт Атанұлының дүбірлі тойының 3-ші орын жүлдегері кім табыстайды? Бөбішхан апкеміз келді ма? Бөбішхан апам бар ма? Бар болмаса баласы бар ма? Бар болса келсін. 3-ші орын 800.000 теңге ақшалай жүлдесі бар. 3-ші орын 25-ші номер Ерал Шабандоз тізгіндеген Шуха ат иесі Нариман баптаған Жетісу облысы Қарғос өңірден келген Талисман есімді тұлпарға бұйырған екен. Бөбішхан апам және Қанат ағаның Дәулет деген баласы табыстасын деген ол кісілер болмай қалды. Құтты болсын жүлделеріңіз. 3-ші орын жүлдегері. 2-ші орын. Кім? Бәрекелді. 2-ші орында Қарақұл атамыздың Канадада жүрген ұрпағы Дәурен деген бала табыстасын дейді. Рахмет, жаңа айттық қой енді, атам 9 әйел алған. 9 әйелден 30 бала келген. Олар енді Қазақстанға сыймайды ғой енді. Канадаға дейін кетіп қалған ғой. Қайда енді о бала? Мархабат. Бердік па? Ендеше табыстайық. 2-ші болып келген 12-ші номердегі біздің қатысушымыз құрметтеңіздер. Жаңа етін есімін елге белгілеп, әйгілеп айтқан аяулы Ақбақаймен тағы бір мәрте. Ол Ақбақай емес бұл бірақ. Сондай Ақбақай есімін тұлпармен тағы бір мәрте өзінің есімін елге белгілі келген Аңсар Шабандоз. Мерхат Бұлғырып ат иесі Болат Бөбекбай баптаған Талғардан келген Ақбақай. 2 миллион Аслан Батырбайұлы. Құтты болсын, аңсарды құттықтап қойыңыздар. Бұл тарихи бала, бұл тарих Аламан бәйгенің тарихына кірген бала. Көшпенділер тұтқан бала. Қол соғып қойыңыздар, көріп тұрғандар. Енді Астанаға бару 2-нің біріне бұйырмаған шығар. Телефондан көрген шығарсыздар, тірідей көрдіңіздер міне. Көшпенділерді ешкім күткен жоқ. Біріміз қарағызға қарадық, біріміз жұмырт яқты бағамдадық. Бәріміздің сан соқтырып, аузымыздан қайтып кеткен осы Аңсар деген мықты ақылды бала, асыл бала, текті бала, епті бала. Рахмет. 1-ші орынды автокөлікті кім табыстайды? Кім табыстайды? Атам табыстай ма? Атты алып бес, не обязательно? Ат бар ғой? Нұрым? Ат қайда? Ақжол? Жоқ, бар. Жоқ, бар ма конкретно? Ал ардақты ағайын! Албан руынан тараған Қарақұлт Атанұлы Қоңыр Бөрік бабамыздың рухына арнайы берген ас бәйгенің ал 31 шақырымдық Аламан бәйгесінің бас жүлде автокөлігін ұтқан Өмекөй Санжар тізгіндеген Қырғызбай Нұрым Райымбек Алматы облысы бәйге федерациясының төрағасы Қырғызбай Нұрым Орынтай ағамның баласы Ақжол Жұматай баптаған Ұзағаштан келген ең есімді тұлпар. Құттықтаңыздар. Жаңа бас бәйген ұтқан Санжар Инрат деген алтын бала, Ақжол Жұматай деген міне Самалдың Шабандозы баласы көтеріп, баланы көтеріп тұрған. Қол соғыңыздар. Тарихи есімі тарихқа жазылған әйгілі Самал мен күллі қазаққа белгілі бәйгенің бәрін ұтқан Ақжол Жұматай баптақ келді бұл қолдарды болай боласа. Рахмет. Бәрі Ақжол Жұматай баптақ келді. Ала жаздай сақтақ келді. Қара күзді Құдай бағын асырды. Мерейін тасты. Нұрмағам автокөлік ұтпай жүргені біраз болып еді. Алла нәсіп қыпты Қарақұл атамыздың. Бәрекелді. Міне ардақты ағайын, құрметті көпшілік, осымен дүбірлі тойымыз өз мәресіне жетті. Енді ақсақалдардың ақ батасымен әр нәрсені батамен бастап батамен аяқтаған қазақтың баласымыз тойға атсалысқан ағайын бар, алыс жақыннан ат терлетіп келген ел бар. Бір ауыз алғыс сөз болса ақсақалдар марқабат. Құрметті қалайық, мынау ат қосқандарыңызға үлкен рахмет.
Mına Karakul Batır'ın ervagı koldaсын. Biz barınca әділ өткізуге тырыстық. Қолымыздан келгенше әділ болды. Рахмет сіздерге. Марапаттарыңыз марапатқа ұлассын. Марапаттың соңы бұл болмасын. Бұдан кейін де қазақ жерінің әр жерінде марапат ала берулеріңізге тілектеспіз. Барлық келген ағайынға, әруақ жинап келген ағайынға үлкен рахмет айтамыз. Құрметті ұйымдастырушылар, 4-ші номердегі бала келіп тұр. Мұнан да үндесіп бермей қаптыңыз. Сөйлесіп беріп жеріңіздер. Ал ақсақал, әумин, тойдың ықыласын жасаңыз. Әумин, көтерген білекті. Тәңір берсін тілекті. Я ұрайым оңласын, оңласын. Емес, миллионға толдың. Осы жақсылыққа келген барлықтарыңа атамыздың жасы берілсін. Шабандоз болған балаларымыз ертеңгі күні ел қорғайтын азамат болсын. Барлық жиналған көпшілікке бәрге бақыт тілейміз, қуаныш тілейміз, бала шағаның амандығын тілейміз. Бастарыңыз аман осындай той бола берсін. Барлық үйде жақсылық болсын. Аумин, Аллаху Акбар. Аларда тағайын, аман жанның олжасы дейді. Аман есен отбасы ошаққа суларыңыз, ораларыңызға тілектеспіз. Осымен Қарақұл Татанұлы атамыздың ұрпақтарының ұйымдастырған дүбірлі тойы аламан асы өз мәресіне жетті. Бәйгілі болған азаматтарға бәйгілеріңіз құтты болсын дейміз. Аттарыңыз бәйгілі, есімдеріңіз алайым әйгілі бола берсін. Еңбектеріңіз жана берсін. Алла тағала қолдаған, жағымандық болмаған сәттерде жолығайық.